Сәлем достар, менің аты жөнім Динара Молдағайыпова, мен Кусто Агро компаниясының субсидиялау бойынша менеджерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Жануарлардың зоотехникалық есебін жүргізу АТЖ аналитикалық жүйесінің ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады. Ол үшін бізге plem.kz порталына өту керек. Егер сіз жаңа пайдаланушы болсаңыз, онда сізге осы жүйеде тіркелу керек. Тіркелу үшін сіздің компанияңызға қатысты барлық қажетті мәліметтерді толтыру қажет болады. Ол үшін сіз ұсынылған тізімнен қай бағытты, қызмет түрін таңдайсыз, компанияның атын енгізесіз, ЖСН немесе ұйымыңыздың БСН енгізесіз. Ұсынылған тізімнен сіз қызметті жүзеге асыратын аймақты, ауданды, ауылдық, округты және елді мекенді таңдайсыз. Сонымен қатар жарамды телефон мен электрондық поштаны көрсетіңіз. Осыдан кейін жетекшіңіздің тегін, атын, әкесінің атын енгізесіз. Енгізілген мәліметтер негізінде сіздің мекен-жайыңыз көрсетілді. Әрі қарай сізге қажетті модульдарды толтырып, қанатты белгі қою қажет болады. Яғни бұл сіз жұмыс жасайтын қызмет түрлері. Егер де сізде бірнеше қызмет түрі болса, онда сіз шаруашылығыңыздағы барлық жануарларды көрсете аласыз. Егер де сізде бірақ жануардың түрі болса, онда сізге қажеттіні қалдырасыз. Тіркеуді растайтын файлды бекітесіз және тіркелуді шертесіз. Бұл компания жүйеде тіркелгендіктен сізге тек ЭЦК арқылы жүйеге кіру қажет. Егер сіздің компанияңыз бұл жүйеде ертеректе тіркелген болса, сіз сертификатты таңдайсыз, кілттер сақталған папкаға жолды көрсетесіз, құпия сөзді енгізуіңіз керек және жүйеге кіруді шертесіз. Сізде жұмыс аумағы ашылады. Осы жерде сіз жүйеде қалай жұмыс істеу керектігі туралы ақпаратпен таныса аласыз. Барлық файлдар қолжетімді және жүйеде атқарылып жатқан ақырғы жаңартулармен таныса аласыз. Сонымен қатар осы жерде жүйемен жұмыс істеу туралы бейне жазбалармен танысуға да болады. Осы модуль арқылы болғандықтан осы жерде төлем расталғандығы көрсетілген, бірақ қосымша сіз қолдану келісімімен, тарифтермен және төлем тәртібімен таныса аласыз. Жоғарғы сол жақ бұрышта сіздің кәсіпорныңыз жайлы мәлімет бар. Бұл мәліметтерді қажеттілікке байланысты егер компанияңызда өзгерістер болса, өзгертуге болады. Ол үшін сіз редакциялауға шертесіз және қажетті өзгерістерді енгізесіз. Мысалы, сізде жаңа модульдер қосылды немесе байланыс деректеріңіз өзгерді. Мысалы, мекен-жайыңыз немесе телефондарыңыз. Дәл сондай жетекшінің өзгеруде осында көрсетіледі. Сіз қажетті мәліметтерді енгізгеннен кейін редакциялауды шертесіз және сіздің мәліметтеріңіз өзгеретін болады. Осыдан кейін оларды сақтайсыз. АТЖ жүйесімен жұмыс істеуде нені білу маңызды? Картотека модулі бар. Осы модульде сіздің есепте тұрған барлық жануарларыңыз көрсетілген. Есепте тұрған малдың санын сіз астыңғы оң жақ бұрыштан көре аласыз. Ол жерде қазіргі кезеңде тіркелген жалпы мал басы көрсетіледі. Егер сіз шығартылған жануарларға қатысты мәліметті көргіңіз келсе, сіз жануарлар жайлы барлық жазуларды таңдай аласыз және сізде есептен алынған жануарлар жайлы мәліметтер де көрсетілетін болады. Осы модульде сіз мәлімет қосу арқылы жануарды тіркей аласыз. Ол үшін сізге жай бирканы көрсету қажет және жануарлардың тіркелу нөмірін енгізуіңіз керек болады. Бұл жануар АЖБ жүйесінде тіркелгендіктен бізде жарым-жартылай дерек толтырылды.
Яғни, бізге енді бұл жануардың шаруашылыққа қашан келгенін көрсету керек болады. Егер бұл жануар сізде туған болса, онда туған күнімен келген күні сәйкес болады. Егер сіз оны сатып алған болсаңыз, онда оның келген уақыты тиісінше кешірек болады. Бұл жануарды тіркеу қажет табынды көрсетіңіз және шыққан елін. Егер сіз бұл жануарды шетелден сатып алған болсаңыз, онда сәйкесінше шетелдік нөмірді толтыру қажет және бұл жануар туылған мемлекетті көрсету керек. Сондай-ақ жынысын көрсетесіз, жануар тіркелгендіктен деректер автоматты түрде шықты. Тұқымын көрсету қажет. Жануардың түсін және осыдан кейін сізге жиі сақтап әрі жалғастыруды ұсынады. Яғни сіз сақтай аласыз және жалғастыра аласыз. Сізде бұл терезе ашық қалады. Сіз келесі жануардың мәліметтерін енгізе аласыз немесе жай ғана сақтап және жаба аласыз. Онда жүйе сізге бұл ақпаратты бірден автоматты түрде жабады. Бізде жануар сәтті қосылды деген хабарлама шықты және оны жүйеде табуға болады. Яғни егер сіз осы жерде жануардың дерегін енгізсеңіз, ол сізде көрсетілуі керек. Көріп тұрғанымыздай бұл бұқашық тіркелген және енді біз бұл жануармен жұмыс істей аламыз. Ол үшін біз төлқұжат өрісіне кіреміз. Мұнда жануар туралы мәліметтерді толықтыруға болады және оның тегі туралы ақпаратты, сондай-ақ жануардың салмағы туралы мағлұматты толтыруға болады. Ата-анасында біз міндетті түрде жануардың әкесін көрсетеміз. Сіз бар әкесін таңдай аласыз, не сіздің шаруашылықтан сатылған, не шығарылған бұқаны таңдауыңызға әбден болады. Жануардың анасы туралы мәліметті көрсетеміз. Осыдан кейін тірі салмақ бойынша мәліметті көрсетуге болады. Яғни өлшеген мерзім, сіздің міндетіңіз сіздің шаруашылығыңыздағы барлық жануарлардың әртүрлі кезеңдерде әртүрлі жастағы тірі салмағының көрсетілуін қадағалау. Тірі салмақты қосу үшін оқиғалар қосымша бетіне өту керек және осы жерде өнімділік бар. Өлшеуді таңдайсыз және оқиғаны толтырасыз. Ол үшін сіз өлшеу керек жануарды таңдайсыз, белгілейсіз және оң жаққа көшіресіз. Осы жерде өлшенген күнді көрсету қажет және тірі салмағы көрсетілген. Оқиғаны тіркеуді шертесіз. Егер сіз шынында да осы деректерді көрсеткіңіз келсе, онда ияны шертесіз. Егер жоқ болса, онда жоқты таңдайсыз. Осыдан кейін жануардың төлқұжатында қазіргі кезеңдегі тірі салмағы көрсетіледі. Міндетті түрде егер сіз жануарларды бордақылау алаңдарына тапсырсаңыз, сізде жануарлардың тірі салмағы жайлы мәлімет болу керек. Жылына туылған кезде, желінен айыру кезінде және 6 айдағы салмағы. Сондай-ақ сату кезінде жануарлардың салмағын шығару оқиғасын көрсеткен кезде көрсетесіз. Жануарлардың шығуын көрсету үшін, мысалы, сіз бордақылау алаңына сатасыз делік. Сіз сататын жануарларды да көрсетуіңіз керек. Оларды оң жаққа ауыстырасыз, шығу күнін көрсетіңіз және басқа шаруашылыққа. Мұнда сіз оны бордақылау үшін сатып жатқандығыңызды таңдау керек. Сату және берілген тізімнен осы жануарларды сатып алған шаруашылықты көрсетесіз. Сізден бұл жануарларды сатып алып жатқан кәсіпорынның БСН-ін немесе ЖСН-ін көрсету қажет болады. Таңдауды шертесіз. Осыдан кейін оқиғаны тіркейсіз.
Сондай-ақ бұл жерде әрекетті растау немесе растамау қажет екендігі туралы хабарлама шығады. Сіз бұл оқиғаны растайсыз немесе тіркеуден бас тартасыз. Сіздің жануарларыңыз шығуда көрсетілгеннен кейін, сіз оларды операция тарихында көре аласыз. Операция тарихында сіздің шаруашылығыңыздан кеткен жануарлар туралы барлық мәліметтер көрсетіледі, мұнда шығу себебі көрсетіледі. Егер сіз жануарларды сататын болсаңыз, онда мұнда қабылданған кәсіпорыннан растау мәртебесінің тұруы маңызды. Тек осыдан кейін ғана сіз субсидия алуға өтініш жасай аласыз.